Жәннаттағы дәрежеңізді білдіңіз келе ме? Сіз қаншалықты Құран оқи аласыз? Айша анамыз пайғамбарымыздан жеткен бір хадисте: "Инна адада дуружил джаннати ададу аял Құран." Әлбетте, жәннаттың дәрежелерінің саны Құранның аяттарының саны сияқты деген. Бұған байланысты біз Стамбул қаласында оқып жүрген кезде бізге Али деген Рисул Құра, яғни Құранды 7-10 қырағатпен оқитын ұстаз бір уағызында мына бір хадисті бізбен бөліскен еді. Юқал лиқари ил Құран, қарилар жәннатқа кірген кезде оларға былай деп айтылады екен: "Иқра уартақ", оқы және көтеріл. "Вараттал кама тарталта фид дуния", осы дүниеде Құранды қалай оқыған болсаң, жәннатта да дәл солай Құран оқып, және әр оқыған сайын дәрежеңді жоғарылатып отыр дейді екен. "Фа инна манзилатака инда ахири аятил Құран тақрауха", және де сенің жәннаттағы дәрежең оқитын соңғы Құран аятына байланысты дейді екен. Егер сіз де осы дүниеде Құран оқу арқылы жәннатта Фирдаус сияқты биік дәрежеде болғыңыз келсе, Фирдаус сөзін қалдырып кетіңіз.